Адам қайткенде ұзақ өмір сүреді. Ұзақ өмір сүргіңіз келсе, Мақсат Әбдіқадырұлы ұсынған пайдалы кеңестерге құлақ түріңіз. Адамның көп жасауында ішіп жеу, тұрмыс жағдайы, өмір сүру ортасы, тұқым қуалау сияқты факторлармен қатар кең пейілді, қам қайғысыз болудың да маңызы зор. Тарихи жазба деректерге жүгінсек, күні бойы құсаланып, жоқтан өзгеге ренжіп, қабақ шыту, сезімге берілу сияқты жағдайдың кесірінен дүние салған адамдар көп болған. Ендеше көңіл күйді ұнамды ұнамсыз деп жіктесек, қуаныш ұнамды жақ болады да, реніш ұнамсыз жаққа жатады. Шат-шадыман күйде жүру жанына жағымды әсер тудырып, сезіміңді серпілтіп, көңіліңді желпінтеді. Реніш көбінесе адам организміндегі мүшелерге, бұлшық еттерге, сөл шығару бездеріне кері әсер етіп, денсаулықты бұзады. Қазақ емшілері ерте заманнан ақ ауруды емдегенде тамақтану, сорпаланып күтіну, демалу, таза жерде өмір сүріп, тұнық су ішу, ауа райы қайсы науқасқа қай мезгілде жағымды, қай кездерде не ішіп жеу керек екенін, қандай азықты молайту қажеттігін білген. Бүгінде халқымыздың терең тарихы бар медицинасы қазіргі заманға алға басқан халықаралық медицинамен ұштасып отыр. Дүниедегі ең ұзақ өмір сүрген адам Ли Чжэньюн. Ол 1677 жылы дүниеге келіп, 256 жыл жасаған. Ол 9 патшалықты басынан өткізіп, 1777 жылы 100 жасында патшалық тарапынан Қытай медицинасындағы ерен еңбегі үшін деген орден алған. Ол кісінің 20 әйелі болған. Арақ ішпеген, темекі тартпаған. Тамақты уақытында ішіп жеген, тоя тамақтанбаған. Көбінесе етсіз тамақтар және жеміс-жидек жеген. Шөп-шайларды көп ішкен. Ол кісі көп сөйлемеген, өзіне қатысы жоқ сөзді тыңдамаған, әрі басқаларға да айтпаған. Өзін көңілді ұстап, ерте ұйықтап, ерте тұратын әдеті болған. Орындыққа отырып, екі көзін жұмып, екі қолын тізесіне қойып, бірнеше сағат қозғалмай отырып ұйықтаған. Денсаулықты сақтауға байланысты дүние жүзінің атақты оқымыстылары мен мамандары берген 3 кеңес мынау. Бірінші, ішіп жеуді реттеу. Екінші, оттегін қамтамасыз ететін әрекеттер жасау. Үшінші, көңіл күй. Бұл 3 тармақ мәңгі өзгермейді, бірақ мазмұны үнемі жаңартылып отырады. Бірінші, ішіп жеуді реттеуге келсек, ішіп жеу, сұйықтық ішу және жеу болып екіге бөлінеді. Суып қалған қайнаған суды ұзақ уақыт қойып қоюға болмайды. Егер 3 күннен асып кетсе, нитрозил қышқылы пайда болады. Ал нитрозил қышқылының ең зор зардабы қызыл қан түйіршіктерінің эритроцит оттегін алып жүруіне әсер ететіндіктен адамның басы айналып, көзі қарауытады, жүрегі айнып құсады. Біршама уақыт өте нитрозил қышқылы аминмен бірігіп, аммоний нитритке өзгереді. Жапондықтардың зерттеуіне қарағанда, егер күніне 4 кесе көк шай ішсе, қатерлі ісік клеткасы бөліне алмайды. Бөлінген жағдайда да 9 жылдан аса уақытқа созылады. Сонымен қатар күнде кешкі тамақтан соң төменгі сортты шаймен ауызды шайқап тұру қажет. Ол тісті бекемдеп, тістегі бактерияны жояды. Жалпы көк шайды көп тұтынудың пайдасы көп. Ал тамақ жеуде өсімдіктік және етті жеуді қамтиды. Өсімдік, дәнді дақылдарды, бұршақ тектес және көкөністерді қамтиды. Дәнді дақылдардың ішінде бірінші орында тұратыны жүгері. Ол қан тамырдың қатаюы мен қан қысымының жоғарылауынан сақтайды. Екінші орында қарақұмық. Қарақұмықта қан қысымын, қанның май құрамын, қандағы қантты түсіреді, асқазан ішек жолдарының қатерлі ісігінен сақтайды. Үшінші орында картоп сияқты түйнек жемістілер. Олардың ерекшелігі суды сіңіріп, ішекті жұмсартып, іш қатудан сақтайды. Сұлы немесе сұлыдан жасалған тағам мен сусындар холестеринді төмендетеді, қант диабетінің алдын алады. Тары өнімдері ұйқыны қалпына келтіреді, жүрек қызметіне пайдалы болады. Күнжіттің құрамында темір мол болады. Бұршақ тектестер ішінде соя бұршақ сүт безінің қатерлі ісігінің алдын алады. Адамдар ас әзірлеуде дәмдеуіштерді үнемі қолданбауы қажет, өйткені оны қыздырған кезде қатерлі ісікке шалдығу қаупі күшейеді. Сондай-ақ жыныс жасушаларына кері әсер етеді. Жүктілік кезінде шамадан тыс тұтынса, іштегі бала кемтар болып туылады. Соя бұршақ жалпы жақтан миды қуаттандырады, холестеринді түсіреді, қан тамырдың қатаюын тежейді, қан қысымын түсіреді, қатерлі ісіктің алдын алады, ауырғанды басады, сүйекті қатайтады, иммунитетті күшейтеді. Дүкендердегі кептірілген, сүрленген, ұзақ сақталған өнімдер денсаулыққа зиянды болады. Көкөністерді көп пайдалану денсаулыққа пайдалы болады.
Сәбіз кенеулі көкөніс болғандықтан құрамында дәрумені болады, ол теріні қорғайды. Сәбізді үнемі жеп тұрған адам тұмаумен ауырмайды. Сонымен қатар сәбіз қатерлі ісіктің алдын алады, теріні, шашты және кілегей қабатты ажарландырады. Асқабақтың инсулин түзетін қасиеті бар. Үнемі асқабақ жеген адам қант диабетіне шалдықпайды. Ашы қиярлар инсулинді зат болғандықтан оны тұрақты жеп тұрған адам қант диабетімен ауырмайды. Қызанақ қатерлі ісіктің алдын алуда алдыңғы орында тұр. Мәселен, жатыр мойны, аналық безі, қуық және қуық түбі безі, ұйқы безі қатерлі ісіктерінің алдын алады. Сарымсақты көбірек тұтынудың да пайдасы көп. Үнемі әрекетте болу, спортпен шұғылдану, ой еңбегі мен дене еңбегін қатарынан алып жүрудің де денсаулыққа маңызы өте зор. Сонымен бірге таза ауада серуендеуді де естен шығаруға болмайды. Таза ауада үздіксіз әрекет жасау, спортпен шұғылдану адам денесінің төзімділік қасиетін арттырып, жүрек, өкпе қуатын күшейтеді. Ұзақ уақыт оттегімен қимылдау денедегі қызыл қан түйіршігінің эритроцит санын көбейтеді, дененің ауруға қарсылық күшін жоғарылатады, қартаюдың алдын алып, үлкен мидың жұмыс жасау қуатын және жүрек, өкпе қызметін күшейтеді. Май құрамының ыдырауын күшейтіп, қан тамырдың қатаюының алдын алады, әрі жүрек, ми тамырлары ауруларының пайда болуын төмендетеді. Салмақ тастап арықтаймын деушілер тамақтанумен қатар оттегімен қимылдауды қолға алса, арықтау нәтижелі болып қана қоймай, кейінгі дене салмағы да бір қалыпта болады. Қысқасы, адам денсаулықтың кілті өз қолында екенін ұмытпағаны жөн. Денсаулықты сақтау үшін және ұзақ жасау үшін жоғары ғылым техникаға, дәрі-дәрмекке сенуге болмайды. Ең жақсы емші адамның өзі. Ең жақсы дәрі уақыт. Ең жақсы көңіл күй, тыныштық. Ең жақсы әрекет жаяу жүру. Адамның денсаулығы Алла тағаланың оған берген аманаты. Аманатқа қиянат жасамау үшін әркім өз денсаулығын өзі қорғай білуі керек. Ми арқылы жасалатын ой әрекеті мен дене әрекет сәйкестіріп, тағамды талғап жеп, өзіңіз көңіл бөлсеңіз алдыңызда 100 жас күтіп тұр. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Мақсат медициналық орталығының директоры, көрнекті дәрігер Мақсат Әбдіқадырұлының жеке мұрағат қорынан алынған мәліметтер. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар, ардақты ағайын.